Армысыздар. Бүгін бізде қонақта әнші Нұрлан Албан. Қош келдіңіз, Нұрлан аға. Ассалаумағалейкум. Қабыл болсын. Қымбатты бауырлар, ниеттеріңіз қабыл болсын, мереке құтты болсын. Қалдарыңыз қалай, үй аман ба? Жақсы бәрі. Құрметті көрермендер, мен модератор Қуаныш Жұмабек, қонағымыз әнші Нұрлан Албан. Бізді онлайн кездесуге шақырған Алматы қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесі Чехов атындағы орталық қалалық кітапханасы. Нұрлан аға, қазақ әр нәрсенің қайыры бар дейді ғой. Карантинде немен айналысып жатырсыз? Шындау керек. Қуаныштай, біріншіден өзің сияқты үлкен азаматпен, артымыздан ілескен бауырлармен тікелей эфирде сұхбаттасып жатқаныма көптен көп рахмет айтам. Осы үйлестірушілерге, өзіңді жеке танымасам да, енді Қуаныш Жұмабек деген жалпы Жұмабек әулеті маған бұрыннан таныс. Өйткені өзіңіздің туған бауырыңыз, Ержандай тамаша бауырмен мен інілі ағалы болып қарым-қатынасымыз өте жақсы. Екіншіден, Ержан менің Құдай бере салған жеке ақыным. Ал енді Ержан арқылы өзіңнің ісіңді де жақсы білем. Бірінші берекелі болсын. Екінші, біз осылай тікелей эфирмен бүкіл ел жұртпен табыстырып жатқан Алматы қалалық кітапхана басқармасы, соның ішінде Чехов атындағы кітапхананың қызметкерлеріне, үйлестірушілеріне, ұйымдастырушыларына үлкен рахмет айтамын. Жалпы қарап отырсаңыз, бүгінгі күні мінекей бүкіл дүние жүзіне келген үлкен бір індет болды. Алла тағала түбінің берекесін, жақсылығын берсін дейміз. Дегенмен де бүгін қана мінекей әлеуметтік желілерден президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының тағы да жақсы бір жылы ойын естіп қалдық. Қазір кішкене бізде коронавирус, COVID-19 вирусы кішкене төмендеп келе жатыр. Бұның өзі бізді қуантатын жағдай. Бір жақсы жері, бұның біздер үшін, мұсылман халқы үшін бұл карантин қасиетті Рамазан айына дәлме-дәл келді. Ағайындардың барлығы үйде отырды, сәресін ішті, ауыз бекітті, Құдайға құлшылық жасадық. Дегенмен де адам осы бір үзілісте не істейді? Жұмыс жасайтыны үйде отырып онлайнмен жұмыс жасады. Жалпы ғаламтордың, осы интернет деген дүниенің адамға қаншалықты пайдасы бар екенін соны меңгеруге тырысты. Ал енді көп адамдар үйіндегі тіршіліктерін, жөндеу жұмыстарын жасап, ал енді үйі мұнтаздай қанттай болып тұрған адамдар не істейді? Яғни өзіне керекті бір дүниемен білім жинады. Бұл білімнің өзі онлайн режиммен өтті. Не болмаса үйдегі кітап сөрелеріне жүгінетін сәт келді. Сол себепті мен ойлаймын, осы бір 2 айдың өзі бізге берген өзінің бір жақсы жақтар болды. Енді індет келіп жатқанына қуанбаймыз. Осы індеттен ел жұрт болып, дүние жүзі бойы, дүние жүзіндегі халықтар аман сау шықса, қайтадан тіршілік басталса, білімімізді жалғастырсақ, әйел бала-шағамызды қайтадан солардың қамы үшін жұмысқа кіріссек, бұл сіз үшін де, біз үшін де, бізді көріп отырған көрермендер үшін де өте керемет дүние болады деп ойлаймын. Әрине, бос кезінде том-том кітапты оқып тастадым деп өтірік айтпаймын. Бірақ та бір кітапты қайтадан есіме түсіріп, өзім жақсы көретін шығармаларымды, әйтеуір көзіміз ұйқыға кеткенше кітап құшақтап жатқанымыз ол жасырын емес. Жақсы. Нұрлан аға, аты жөніңіз Нұрлан Тәжікенов екен. Нұрлан Албан болу кімнің идеясы? Қуаныштай, күнім сен білесің бе? Жалпы жүзге бөлгеннің жүзі күйсін дейді қазақта. Біз тамашалап отырған көз қарақты
көрермендеріміз, не болмаса оқырмандарымыз бұны бір трайбализм деп, не болмаса 100-ге руға бөлінген дүние деп ескермесін. Оны мен неше жылдан бері айтып келе жатырмын. Бірақ қана қағида барлығымыз ұстағанымыз, ол әр қазақ менің жалғызым. Жалпы қарап отырсаңыз, бұл бүркеншілік ат, сонымен де менің аты жөнім Тәжікенов Нұрлан Бусақанұлы. Осы бір бүркеншілік ат дейміз, орысша айтқанда псевдоним деп жатамыз, не болмаса лақап есім деп жатамыз. Бұның барлығы менің Нұрлан Албан болуым, бұл 1996 жылдан бастап жалғасқан дүние. Ол кезде осы хабар агенттігі жаңадан іске қосылып, сол хабар агенттігінің ішінде телевизиямен қосылып, радио торап ашылды, хабар радиосы ашылды. Сол кезде алғашқы қарлығаштардың бірі болып, хабар радиосына Үмітжан Балтаева деген менің жақсы көретін ұстазым, апайымыз бар. Мықты өз ісінің үздігі. Сол кісі қазақ көріне хабар радиосында жетекшілік еткенде мені қызметке қабылдап еді. Одан кейін жалпы радио телевизия әлеміне алғашқы қадам басқан сол 96 жылы. 96 жылдан бастап хабар радиосынан кейін қазіргі біз жақсы тыңдайтын ретро FM радиосы бұрын караван радиосы болатын. Сол караван радиосына мен музыкалық бөлімге қызметке келгенде, сол радионы басқарып отырған енді ұлты өзге ағайындар еді. Ол кісілер үнемі бізге айтатын: ізденіс керек. Мына Мәскеудің радиосын тыңдаңыздар, өздеріңізге лақап ат қойыңыздар деп. Сол кездегі қойылған дүние еді бұл. Өйткені бұның өзі оңайшылықпен келген жоқ, жалпы біздің әулетімізде. Енді мен көзін көрген жоқпын, марқұм шешем көзін көрген екен. Ағапа деген біздің апамыз болған екен. Сол бір өзінің бір жақсы бір тылсым күштері, көріпкелдігі, өзінің бір ем-домға жүйріктігі, сондай бір қасиетті кісі болған екен. Атын естігенім болмаса, біз енді ол кісіні көре алмадық қой. Бірақ та осы лақап атты алатынның алдында бір түсті айна қатесіз мен 3 рет көрдім. Үлкен теңіздің жағасында қағаздан қайық жасап, суға жіберіп отырсам, әппақ киінген әже келіп мен басымнан сипап, сенің атың Нұрлан Албан, сенің атың Нұрлан Албан деп осы түсті мен 3 рет көрдім. Сондықтан ол кезде шешем марқұмның көзі тіреді. Шешем айтқан: апа, сіз айтушы едіңіз ғой, ағапа деген апамыз болған деп. Маған осындай, мен сенің ағапаңмын деген осындай түс көрдім деген кезде, шешем бетін сипап дұға қылып, жарықтық, иманды болсын, жақсы кісі еді. Балам, мүмкін өзіңді солай атасаң, мүмкін Алла тағала бақ беретін шығар деп. Біз енді ырымдар мен тыйымдар дейміз, қанша дегенмен де өзіміздің ұстанатын, мұсылман болғаннан кейін, қазақ елі болғаннан кейін өзіміздің ұстанатын жақсы бір әдет ғұрыптарымыз бар. Соған шешем соны тілге тиек етті де, сол 96 жылдан бастап мен радиоға алғашқы рет Нұрлан Албан деген лақап есіммен шығып жүрдім. Бір қызығы қуаныштай, тікелей эфир жүріп жатады. Әр аптаның сейсенбі күні бізде жаңағы 5 минуттық жиылыс болады. Сол кезде біздің басшыларымыз маған тоқталып айтып жатыр: сен өзіңе жақсы лақап псевдоним қойыпсың, Нұрлан Албан деп тікелей эфирде. Бірақ та бәрі жақсы, бірақ бір нәрсе дұрыс айтпай жүрсің деп. Неге десем, сен екпінді дейді, дұрыс қоймайсың. Сен үнемі Нұрлан Албан дейсің, керісінше ол Нұрлан Албан болу керек дейді. Енді ол жылдар енді доктор Албан әнші бүкіл әлемді Исмайловпен бетіне қаратып жатқан кезі ғой. Сосын мен бұл кісілерге түсіндіріп айттым: жоқ, бұл жерде менің айтатын уәжім бар. Менің бұл лақап атым доктор Албанмен ешқандай қатысы жоқ. Біз қазақ халқы 300-ге бөлінеміз. Ол 100-ден ру болып бөлінеді. Сол рулың ішінде мен ол 100-ден тараған Албан деген елдің ұрпағы болғаннан кейін Нұрлан Албан деп айтылып жүргенім өте дұрыс деп мен өзімнің уәжімді айтып, сол күйінше мінекей 96 жылдан бастап мен Нұрлан Албан болып халыққа танылдым. Одан кейін енді менің әріптестерім Тамара Асар кетті, міне Ақылбек Жеменей кетті, Сара Найман кетті, Майра Керей кетті. Оның барлығы енді білмеймін. Бұл бір трайбализм не болмаса руға бөліну емес, біздің көрермен, біздің ел жұрт дұрыс түсінсе екен деймін. Әр қазақ қашаннан да менің жалғызым. Сондықтан керісінше менің қол астында
кішкене жол көрсетіп жүрген әні қарындастарымның өзі, не болмаса араласып жүрген аға апаларымның өзі, барлығы қазақтың бір руынан шыққан мықты өкілдер. Сондықтан да біз ана әдемі фильмнен үзінді келтірсек, біз Мансұр екеуміз қазақпыз дейді ғой. Сондықтан барлығымыз Құдайға шүкір қазақпыз. Сол себепті мына жерде біздің көрермендеріміз осы дүниені дұрыс түсінсе екен деген ой айтқым келеді. Түсінікті. Келесі сұрақ мынадай болсын. Роза Рымбаева бір сұхбатында біздің эстрада басқаларға бәсекелес емес, тек оларға еліктейді деген екен. Сіздің ойыңыз? Жалпы енді қанша дегенмен Роза Қуанышқызына деген тек қана менің емес, түйім қазақ халқына құрметі ерекше. Өйткені мен артық айтқаным емес, мақтағаным емес. Роза Қуанышқызы Рымбаева бүгінгі күні қазақ ән өнеріндегі қазақ эстрадасының примадоннасы дейміз, мен айтатын едім. Ол кісі қазақ ән өнерінің ішіндегі қазақ эстрадасының трибунал деп айтсам да қателеспеймін. Дегенмен де еліктеу емес. Өйткені эстрада деген термин, эстрада деген стиль бізге қазақ халқына кеже келгенмен де, бірақ та біздің айтарымыз бар. Өйткені бұл жерде қай шығарманы алмайық. Қазақтың халық әндері болсын, қазақтың халық композиторларының әндері болсын, бертін келе Қазақстан композиторлары болсын, кәсіпқой композиторлар болсын, олардың өмірге алып келген шығармалары музыка түрінде. Оның өзіне тән қазақи, нағыз тән қазаққа тән өзінің гармониясы бар. Өзінің стилі бар. Өзінің мелизматикасы бар. Сол себепті бұл еліктеу емес, жалпы біз эстрада деген стилистиканы Қазақстан, не болмаса қазақ халқы қабылдап алдық, бірақ та қазақ эстрадасы өзіне тән әдемі бағдары бар. Өйткені эстрадаға қосатын шығарма бірден бір бұл өлең мен әннен құралатын дүние болатын болса, бұны қазақыландырып тұрған ақындардың сүбелі еңбегі. Ал енді ән әлемін әрлеп тұрған бұл композитордың беретін әдемі гармониясы мен өзінің мелизматикасы. Сол себепті енді біз басқа Ресейдің, не болмаса Еуропа, Американың стилін ұрлап алдық деп айтудан аулақпыз. Жалпы эстрада деген стиль бізде бар, бірақ та өзіміздің әдемі өрнегіміз бар. Өзіміздің әдемі жолымыз бар деп есептейтін едім. Яғни эстрадада қазақ бағыты деген бағыт қалыптасты деп ойлайсыз ғой? Неге қалыптаспасқа? Өйткені егерде осы эстрададағы біздің дүние шырқалынбаса, елдің жүрегіне жетпесе, бұл эстрада қалыптаспайтын еді ғой. Қазір керісінше, мысалға менің өзімнің репертуарымды алатын болсақ, мен жалпы қосылды ма? Қосылды. Жалпы енді менің өзімнің ән әлемінде жүрген, арқалап жүрген шығармаларымның 90%-ы бұл қазақтың халық әндері мен халық композиторларының әндері. Сондықтан да мен кейбір кезде күлем. Мен бақытты жандардың бірімін деймін. Өйткені мен композитордан, не болмаса ақыннан ән сатып алмаймын, шығарма сатып алмаймын. Осы Нұрлан бабамыз кейін ән өнеріне келген қиналмасын деп, сонау өкілі бұрай, ақан сері, біржан бабаларымыз осы әндер мен үшін жазып кеткен деп мен қалжыңдап күлем өзімнің ортамда. Сол себепті мен ойлаймын, толыққанды Қазақстанда, қазақ жерінде қазақ эстрадасының іргетасы қаланып қойылды. Сол бойынша ақырын көшпен жүріп келе жатырмыз. Жақсы. Нұрлан аға, қазақтың талантты ұл-қыздарын, әнші ұл-қыздарын анықтаған Қазақстан дауысы жобасында Медеу Арынбаев, Мадина Сәдуақасова,
Алмас Кішкенбаевтармен бірге қазы және тәлімгер болдыңыз. Осы жобаға өздеріңіз қалай іріктелдіңіздер? Жалпы әрине, ой, субханалла. Мына жақта бізде интернет желісі өте нашар болып тұр. Біз тікелей эфирдеміз ғой, Қуаныш? Иә, естіліп тұр аға. Сіз мені жақсы естіп тұрсыз ба? Естіліп тұр аға. Жалпы Қазақстан дауысы жобасы ең бірінші бисмилласы мінекей Қазақстан ұлттық телеарнасынан берілді. Бұл Голландияның үлкен жобасы болды. Осы Голландияның біздің Қазақстан ұлттық телеарнасының басшылығы жақсы қабылдап, қазақиландырып, әдемі дүние мінекей өмірге келген болатын. Бұл Қазақстан дауысынан қазақ ән өнеріне деген құштарлығы бар қаншама жақсы адамдардың бағы ашылды. Жол ашылды, өздерінің еңбектерін көрсете алды. Енді дегенмен осы сұрақты маған бірнеше адам қойған, осы жерге тәлімгер болуға қандай іріктеуден өттіңіздер? Іріктеуден өткен кезде бұл түрде үлкен азулы мамандар келіп, ең бірінші мен ұсыныс жасаған болатын. Ең бірінші мен екі кездесуде бұл ұсынысты қабыл алған жоқпын. Неге? Өйткені қазақтың сөзі бар. Құмырсқа жолыңды біл, аяз би әліңді біл дейді. Сондықтан да қанша дегенмен де 50-ді алқымдап қалған шағымыз болса да, бұған үлкен жауапкершіліктің талап етілетінін мен сездім, білдім. Жерде үлкен керек. Сол себепті мен екі рет келісімді бермегендегі себебім, мен айтқам, алдымдағы менен де шоқтығы биік, мықты, тәжірибесі мықты аға апаларымыз бар. Сол кісілер тұрған кезде мен Дарияның жанынан құдық қазғым келмейді. Ренжімеңіздер деп. Енді ол орыс тілді ұйымдастырушылар болды. Үшінші рет кездесуге шақырған кезде мен амалдың жоғынан көндім. Өзім бұл жобаға шындығы келген уайыммен келдім, қорқынышпен келдім. Өйткені сол кездері мен әлі күнге дейін білгенімнен білмейтінім әлі көп. Үйренгенімнен үйренетінім көп екенін мен жақсы білемін. Дегенмен Алла тағаланың қолдауымен мен жаман болған жоқпын бұл жобада. 3 жыл қатарынан өткен жобаның мінбесінде отырдым. 3 жыл қатарында отырған кезде 2 жыл қатарынан менің тобымдағы балаларым бас бәйгені жеңіп алды. Бір жыл ғана мен түсіп қалдым. Содағы шыққан мінекей менің жеңімпаздарым бүгінгі күні Шахаризат Сейдахмет бауырымыз болсын, Мұрат Қайрата бауырымыз болсын, Данияр Бағыс Исмаилов бауырларымыз болсын. Бүгінгі күні қазақ ән өнеріне өздерінің тамшыдай болсын еңбектерін көрсетіп, ән әлемінде әнші деген атқа ие болған азаматтар. Аталмыш жобада өзіңізге ерекше ұнаған жас өнерпаздардың бірнешеуін атап өтсеңіз. Өте нашар естіп қалдым. Нұрлан аға, аталмыш жобада өзіңізге ерекше ұнаған жас өнерпаздардың бірнешеуін атап өтсеңіз. Өкінішке орай, мен сізді ешқандай естіп тұрған жоқпын. Енді естіліп тұр ма? Енді естілді, иә. Аталмыш жобада өзіңізге ұнаған жас өнерпаздардың бірнешеуін атап өте аласыз ба? Қуаныш, сіздің сұрағыңызды мен естіген жоқпын. Мен жерде тікелей эфиріміз мінекей интернетке байланысты кішкене ақаулар шығып тұр, техникалық ақаулар, қымбатты көрермендер. Дұрыс телекөрермендер дейін, тікелей эфирдер дұрыс түсінулерін сұраймын. Жақсы аға, естіліп тұр ма қазір? Енді естілді.
Аха. Аға, Алматы іңкәрім менің ретро фестивалінде Нұрлан Албан естіліп тұр ма? Мен жоғалтып алдым. Естіліп тұр ма аға? О, енді естілді. Аха. Аға, Алматы іңкәрім менің ретро фестивалінде Нұрлан Албан мен доктор Албан It's My Life әнін бірге орындады. Албан мен Албан дуэті қалай пайда болды? Жалпы Албан мен Албан дуэті, қарап отырсаңыз, бұның өзі менің тағы да бағым шығар, Құдайдың берген берекеті шығар. Осы Алматы іңкәрім менің үлкен жобасы кезекті бір шығарылымда осындай бір ұйымдастырушылардан ұсыныс болды. Өйткені сол жерде келіп жатқан мен Сандра ғой деймін. Сандра, доктор Албан, тағы да аты шулы әлемге танымал әртістер келген кезде осы екеуміздің дуэтіміз, мен шынымен де қорықтым. Өйткені енді аты әлемге танымал доктор Албанмен бір сахнада тұрып, соның шығармасын орындау мен үшін қаншалықты жауапкершілік, қаншалықты қорқынышты дүние болған, сіз өзіңіз есептей беріңіз. Дегенмен не дейді? Тәуекел түбі жел қайық өтесің де кетесің дейді ғой. Қанша дегенмен де қазақи ұғымымыз бар, қазақи намысымыз бар. Тәуекелді белден басып мініп, жел қайықпен ақырындап қана сахнаны өтіп кеткен сәтіміз бар. Бұл доктор Албанмен айтқан бұл сәт менің өнер әлеміндегі бір жақсы жылы сәттердің бірі болып қалды. Ел жақсы қабылдады. Одан кейін бұқаралық ақпарат құралдары бір кісідей осы дүниені жазды, газет журналдардың барлығы шығарды. Бұл да болса менің жалпы тарихымда, өзімнің жеке өмірімде қалатын әдемі бір естеліктердің бірі болды. Жалпы ол доктор Албанның өзінің ісіне қандай шеберлік екенін бір шетінен маған тәжірибе болды. Ең алғашқы рет Қазақстанға ұшып келген кезде ол кісімен кездесуім, ең бірінші рет әннің даярлық кезі, репетиция кезінде сол даярлық залындағы біздің жасаған дайындық сәттеріміз, ол кісінің маған таңғалып қарағандығы, тіпті доктор Албанның маған ұлттық нақыштағы киімімді қолымен әрбір түймесіне дейін басып көргендігі, бұл әрине менің қуанышымда шек болған жоқ. Екіншіден, бұл жерде біздің ұлттық өнерге деген, ұлттық нақыштағы киімге деген ұлттық өнеріміздің барынша қызығушылығына алып келіп соққан көрдім. Білмеймін, ең бастысы бұл бір тарихта болған жақсы дүниелердің бірі болды. Жақсы. Аға, бұрын өзіңіз құрамында болған үркер тобымен бірігіп әсел әнін орындадыңыздар. Осы туындының әнін аталмыш топтың солисі Айдос Сағат, сөзін сіз жазыпсыз. Осы жайлы айтсаңыз. Қуанышты, мен жерде сен тікелей эфирде жаман бауырыңды мақтаумен бауыздамасаң да бір сырдың шетін білейін деп тұрсың. Жалпы мен ақын емеспін. Бірақ та мен жалпы поэзияға деген құштарлығым, поэзияға деген махаббатым ерекше. Мен қатты қиналған кезде, не болмаса қатты қуанған кезде бірден бір өзімнің қуанышымды да, қайғымды да есесің бәрін поэзиядан аламын. Мүмкін сондықтан шығар Ержан Жұмабектей тамаша бауырмен тез тіл табысып кетуіміз. Сол себепті мен ақын емеспін, бірақ та осы бір енді кезінде үркерде жүрген кезде Айекең Айдос мырза мен тікелей бастығым болды ғой. Енді үркер тобының құрушысы, үркер тобының бас продюсері, үркер тобындағы бірден бір композитор, осы кісі болғаннан кейін мен әйтеуір бір қазақ тіліне деген еркін бойлауым, поэзияға деген құштарлығымды байқаған болу керек. Осы әсел шығармасы өмірге келген кезде ол тіптен маған белден басып, осының сөзін тек сен жазуың керексің деген дүние болды. Енді әсел шығармасы бұл менің өткен өмірімдегі жақсы бір тұстар, бұл бозбала кездегі сұлу қызды көрген кезде ғашық болу мәселесі, өн бойымда болған
жайт еді. Сондықтан өмірімде болған осы есімді тамаша арудың бір есте қалған сәті болсын деп біз бұл әннің атын әсел деп қойған болатынбыз. Шұқып не дейді, ана қазақта сөз бар ғой, ешкі болсын теке болсын балаларға сүт болсын дейді ғой. Сол себепті осы әсел шығармасы солай келген. Бірақ та бұл шығармадан кейін мен ойбай ақындыққа қол сермедім, ақын болып кеттім деп айтудан аулақпын. Тіпті кейбір кезде ұялам. Өйткені поэзия әлемінде қаншама азулы, орақ тілді, от ауызды, мықты өкілдер тұрған кезде оның жанында өзімше болып әннің мәтініне сөз жазым деп айтудың өзі үлкен ұят нәрсе. Дегенмен де бұл да болатын дүние болды. Бұл да әйтеуір ән әлемінде қалған дүниенің бірі болды. Аға, негізі сіздің даусыңыз сопрано болған екен. Қалай баритонға айналды? Қазір енді шынымен де ең бірінші мен бітірген мамандығым Қара шаңырақта Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясының түлегімін. Біздің кезімізде, кеңестер одағы кезі, ол театр және кино институты болған. Ол жақтан алып шыққан біліктілігім театр және кино актері деген біліктілікпен. Кезінде енді бізде бакалавриат, магистратура деген, докторантура деген болған жоқ. Кезінде бізде жалпы оқуға түсу, одан кейін өзі жас аспирантура ғана болды. Сол кезде институт кезінде осы білімді алып шықтық. Одан кейін осы Қара шаңырақта, ұстаздарға мыңдап рахмет, өнертану магистрі деген мамандық алдық. Осы сәтке түскенге шынымен де мен даусым сондай бір сүйкімсіз жіңішке дауыс болатын. Бірінші курсқа келген кезде ән айтуды жақсы көремін ғой, бала кезден бастап. Енді бізде вокал деген сабақ болды. Сол вокалдан маған дәріс берген ұлағат ұстазым Люция Қажғалиевна Төлешова апайымыз, қазақтың мақтанышы, ұлағат ұстаз, қазақ өнерінің анасы десек болады. Люция Төлешова апайым әлі күнге дейін мен алдында баламын, әлі күнге дейін еркелеймін, әлі күнге дейін бетінен сүйемін. Сондықтан сол кісі менің ұстазым болып белгіленген кезде, жаңа вокалға дайындыққа барамын бұл сабаққа. Сол кезде ол кісі менің даусымды ұнатпайтын. Тәжікенов, сен ба келген деп. Ой, даусың құрсын сенің, даусың құрсын дейтін. Ол кісімен мен тіптен сабақ өткізуді аса ұнатпайтын. Жаңа концмейстерға беріп қойып, сен жүргізе бер деп. Өйткені даусым сондай бір ащы болды. Өзіме де ұнамайтын. Бұл кездегі даусым сондай бір бұлбұл сияқты сезілген шығармын өзіме. Кейіннен бірте мен тенорға ауыстым. Сосын одан кейін мен драматический тенор болдым. Одан кейін баритональный тенор болдым. Мінекей, бұның бәріне бірден бір себепкер. Бұны енді бізде естіп отырған жас өрен қайталауын мен қаламаймын. Бірақ та апайымның бір берген маған бағыты бірінші курсты бітірген кезде осы жазы каникулға шығатын. Ол кезде бірінші курстан бастап мен таза қазақиямын. Нарынқолдың жігіті болғаннан кейін басымнан тюбетейкам тақиям түспейтін. Бірінші курс елдің барлығы маған таңғалып қарайтын. Сосын кейбіреуі Тайланд деп атайтын, кейбіреуі неше түрлі ат қоятын. Соның өзінде осы жазғы каникулға тарайтын кезде Люция апам сұрады. Тәжікенов, айтшы, сен осы темекі шегесің бе деп. Мен сол кезде құдай сақтасын, жоқ апай, шекпеймін дейді. Сөйтсем, ол кісі кетіп бара жатты. Даусың реттеген келсе, сен темекі шегуің керексің деді. Сонымен мен өзімді аңтаң, апамды аңтаң, қалайша мен темекі шегуім керек деп, мүмкін енді ұстаздікі дұрыс шығар деп, ең бірінші рет осы пәле темекі деген дүниеге ең бірінші курсы бітірген кезде мен темекі шегіп бастадым. Шынымен де кейінгі мүмкін сол әсері болды ма, даусым төмен түсті. Ал енді қазір Люция апам айтады ғой, сенен темекіні тастауың керексің деп. Сондықтан да ол темекіден де емес шығар, кім біледі, Аллах тағаланың адамның өн бойына, организміне өлшеп беріп қойған шақтар болған шығар. Бірақ та бірінші курста менің группаластарым да, менің қатарластарым да жақсы біледі. Мен сондай даусым ащы, сондай бір сүйкімсіз даусым иесі болды.
ол рас. Бүгінгі таңда мен баритональный тенор деп атайды, яғни менің даусым сол топқа жатады. Бірақ оны жастардың қайталауын мен қаламаймын. Кешегі сал серілеріміз Жаяу Мұса, Ақан сері, Біржан Сау, Нияз сері және тағы басқалар. Бүгінгі таңда сал серілер деп кімдерді айтар едіңіз? Жалпы шынымен де көпке топырақ шашудан мен аулақпын. Мен өзім жаңа айтып кеттім ғой, біліктілігім театр және кино актер болсам да, мен эстрадалық факультетті бітірмегенмін. Не болмаса мен Құрманғазы консерваториясының дәстүрлі ән бөлімін бітірмегенмін. Бірақ та мен қатты қызығушылығым қазақтың халық әндері мен халық композиторларының әндері. Оның ішінде мен ең бірінші орынға қоямын әрқашанда дәстүрлі әншілер өкілдерін. Дәстүрлі әншілер, дәстүрлі ән өкілдері мен үшін қашаннан да үлкен-үлкен тұлға болып қала береді. Көзін көрген Жәнібек Арменов көкеміздің көзін көрдім. Дәнеш Рақышев көкеміздің көзін көрдік. Бала кезімізде біздің екінші мектеп интернатта кездесуге келген. Одан кейін қала берді көптеген ән өкілдері. Мысалы, бүгін таңда еліміздің ақсақалы болып отырған Қайрат Байбосынов ағатайымыз бар, неке көкеміз. Сол кісілердің барлығы мен көзін көрген ағаларымыз. Ал енді тарихта қалған жаңсыз айтып отырсыз, бүгінгі таңның сал серісі кімдер деп. Бүгінгі таңның сал серілері, Құдайға шүкір, осы ән аманатты аман сау алып келіп жатқан, әлі де болса осының жүгін арқалап келіп жатқан қазақ ән өнерінің өкілдері, дәстүрлі әншілер мысалға. Мен қатты риза боламын. Бұл кісілерге қашаннан да үлкен тағзым деймін. Бүгін таңда мінекей Рамазан ағамыздың өзі қаншама төбе, бір төбе, Рамазан Самғазы. Мысалға мен дәстүрлі әншілердің өкілдерінен Айгүл Елшібаева, Айгүл Мақашева, Айгүл Қосанова, Ардақ Исатаева, Ардақ Балажанова, Клара Төленбаева, мысалы, қандай тамаша мінекей. Дәуле Жәмпейісов апаларымыз. Сонсоң Нұржан Жәмпейісов, қарап отырсаңыз, Нұрекеңнен қалай құрметтеймін. Ерлан бауырымыз бар, Ерлан Рысқали. Мінекей, осындай бүгін таңда менің бірі аға, бірі іні қарындас, бірі бауыр болып келіп жатқан мықты қазақ ән өнерінің ішінде дәстүрлі ән өнерінің мықты өкілдері мен үшін баға жетпес байлық. Біздің бағымызға берген нағыз таланттар деп айтатын едім. Аға, Аруана деп аталатын әжелер тобын құрғаныңызды ел біледі. Одан кейін аталарды да үлкен сахнаға шығарғыңыз келетіңізді айтып, кастинг жарияладыңыз. Егер сол топ құрылса, атауы қалай болуы мүмкін? Негізінде ол топты құрмақ ойын болған, белгілі бір себептермен ол топ құрылмай қалды, бірақ та әлі де болса мен ойлаймын, әлі де болса кеш емес деп. Аруана әжелер тобы болғаннан кейін ол топтың аталардан құралатын топтың да атын ойластырып қойғанбыз. Абыз ақсақалдар деген топ болады. Бұл жерде аталардан құрылатын топ ән айтумен шектелмейді. Бұл қазақтың қанатты сөздері, қазақтың шежірелері, жалпы қазақи ұлттық болмыстың әке тәрбиесіне құрылған жоба болған. Жасырмаймын, маған 7 ата керек еді. Енді Қазақстаннан ата іздесем табам ғой, бірақ та Алматы қаласының ішінен, Алматы қаласына жақын жерден ақсақалдарды қарап едім. Өйткені ол жерде қойылған шарт, сақал мұрты бар, аузында алласы бар, тілі калимаға келетін, өзінің айтар жақсы өсиеті бар, сондай ақсақалдарға мен іріктеу жасағам. Бірақ 7 атам құрылматта, аталарымның басы 4-5 болған кезде, соның ішінде 2-3 атам менің қойған талаптарыма қатты шыдамады. Ол кезде студияма сол кісілердің басын жиыстырып,
сол кісілердің алдында домбырамен әнімді айтып, ол кісілердің алдында келіндердің жасаған ыстық асын, қазақи етін ұсынып, сол кісілермен ақылдасып, одан кейін 1-2 күн еттер үйреніп, бір-бірімізге үйрене бастаған кезде, мен дайындық бастаған кезде 1-2 адам сөйтіп дайындыққа шыдамай қашып кеткен. Бұдан не байқауға болады? Жалпы қазақтың аналары, қазақ ән өнері еркек әйел деп бөлінбейді, әрқайсымыздың бойымызда 62 тамырымыз иіп тұрады оған. Бірақ та енді сол жеме-жемге келген кезде, сол іштегі жатқан өнерді сыртқа шығару үшін әйел зат қашаннан да пысық болып келеді. Енді мүмкін әжелерімнің, 10 әженің бір жерге, бір қазанға бастары сыйып, менімен бірге ән шырқап жүруінің өзі әйел затының пысықтығын дәлелдесе керек. Ал енді ер азаматтар қанша дегенмен де тоң мінезді болып келеміз ғой. Тоң мінезді болып келеміз. Еркеміз аса қатты жар бермейді. Сол себепті мүмкін менің аталарымның менің қойған талабыма, не болмаса дайындық кезіндегі қойған ережені, не болмаса тапсырманы орындамай қоюына мен бірден бір себеп сол деп ойлаймын. Өйткені тоң мінезділік ер адамның бірден ашыла қою өте қиын. Өйткені ол кісі сол мамандығы өнер адам болмағаннан кейін, ол кісі мүмкін осы жасқа келген кезде ол дүниені ерсі көрді ма? Мен әлі де бірақ үмітім үзілмейді, болашақта бұл топ құрылып жатса, міндетті түрде сіздер мен біздер болып бір-бірімізден сүйініш сұрайтын кез әлі де болса болады деп ойлаймын. Ал егер де топ құратын болса, оның барлығын абыз ақсақалдар деген атпен шығарайын деп ойлағанмын. Түсінікті. Нұрлан аға, өзіңіз білесіз, сіздің орындауыңыздағы Қазақстаным әнінің сөзін туған ағам ақын Ержан Жұмабек жазған. 2017 жылы Ержан екеуіміз Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы атанып, 7-ші арнаның еленген есім бағдарламасына түскен едік. Сіз ол жерде ағам жайлы жылы пікіріңізді білдірдіңіз. Аталмыш бағдарламада ағамның өмір жайлы білгенім атты өлеңіне табан астында ән шығарып жібердіңіз. Сазгерлік қырыңыз да бар болғаны ғой. Ой, қуаныштай. Бұл тағы да қайталап айтқым келеді. Бұл тек қана осы салаға қызығушылыққа деп қана біліңіз. Өйткені мен жалпы біліктілігім бойынша композицияны оқыған жоқпын, композиторлықты бітірген жоқпын. Бірақ та көкірек деген дүние сайрап тұрады ғой. Жаңа айттым ғой. Ержантай менің бір алтын басты бауырларым бірі және бірегейі. Ержанның адамгершілігі, Ержанның тапқырлығы, Ержанның адамның көңілінің кілтін дәл баса қоюы, көңілінің құлпына кілтті даярлай қоюы, бұл біріншіден Ержанның үлкен іскерлігі, сосын адамға деген қарым-қатынасы, сосын үлкен тәжірибесі деп білемін. Ержан сондай бір аңқылдақ. Ержан артындағы зілі бар дүниені ойланбай, осы шақтағы ең әдемі сәтті бүкпесі жеткізе алатын мықты ақындардың бірі және бірегейі. Сондықтан Ержан екеуміз менің студиямда осы бір түсірілім кезінде осы бір сөзіне мен қатты ғашық болып, аяқ астынан туған ой, шынымен де мен композитор болып кеткен жоқпын. Сөйтіп туған ойдан қазір бір менің сазыма, жаңа музыкаға жазылған бір қазір 4 па 5 па бір шығарма бар. Оны енді Ержанға да сол кезде уәде беріп едім, осыны мен өмірге алып келейін деп. Шындығы керек, ең соңында ойландым. Ойбай, ел жұрт не дейді екен? Құдай-ау, мына Нұрлан Албан деген кім болмады? Біресе ұстаз болды, біресе актер болды, біресе тележүргізуші болды, біресе әнші болды, біресе дәстүрлі әнге ауыз соқты, біресе ақын болып кетті. Енді қалмаған композитор болып қалды ма деп, ел жұрт не дейді екен деп, әліптің артын бағып, сол шығармалардың тектен текке буылып, тұмшаланып жатқанын мен өзім жақсы білем. Бірақ та болашақта қазір мінекей 1,5 жылдай болды. Мен бірде-бір жаңа ән өмірге алып келген жоқпын, ән жазған жоқпын. Оған себеп қазір кәсібімді кішкене басқа бір бағытта бұрып, қазір кәсіпкер атанып жатқан жайымыз бар. Сол себепті ән аманат,
ержан бұны маған сенген екен, алла нәсіп етсе бұл шығармада болашақта өмірге келер дегенмен де айтпағым. Мен ақын емеспін, мен композитор емеспін. Аға, бір жылдары өнер мектебін аштыңыз. Осыған тоқтала кетсеңіз. Өнер мектебі бұл менің ұсынысыммен, менің ойыммен ашылған болатын. Мен бұл өнер мектебі ашылған кезде қатты қуанғам. Өйткені өзімнің бойымдағы білгенімді кішкентай ғана бүлдіршіндермен бөліссем деген ой болады еді. Бұл өнер мектебі Алматы қаласының әкімшілігі және Алматы қалалық оқушылар сарайының қолдауымен іске асқан еді. Менің өнер мектебі, яғни өнер мектебі болғанда өнер студиясы деп қойғанбыз. Бұның базасы сол мына Достық даңғылында орналасқан Алматы қалалық оқушылар сарайының ішінде болған. Бұл жердегі басты мақсат балаларды 3 жыл дәріс беріп, 3 жылдан кейін сертификация беріп, толыққанды бір биікке жетелеу болатын. Мектебім өкінішке орай 2 жылдан кейін жабылып қалды. Оған себеп сол кездегі Алматы қаласын басқарған басшының шығарған шешім бойынша әрбір мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар өзін-өзі қаржымен қамтамасыз ету деген бұйрығы бойынша ол жердегі басшылар айтты. Егер де мектебіңізді жалғастыратын болсаңыз, біз көмек беріп отырған осы бір жаңағы алып отқан жеріңіз, класстарыңыздың барлығына өзіңіз қалтаңыздан ақша шығарып, яғни жалға алсаңыз, мектебіңіз ондарға жалғасады деді. Енді ондай ақшаны соншалықты, яғни үлкен қомақты қаржын мен ай сайын қалтамнан шығаруға мүмкіншілігім болған жоқ. Өйткені ол жерде мен балаларды тегін білім беру жүйесі деп қалыптастырған болатынбыз. Ақыл түрде бала оқыған жоқ. Және ол ғимараттегі менің алып отырған әрбір кабинетім, менің алып отырған әрбір шаршы метрім, оның жөндеу жұмыстарының барлығы 3 миллион теңгеге өзімнің қалтамнан, өзімнің қаражатым шығып, соның ремонтын жасатқызған болатын жөндеу жұмыстарын. Одан кейін ай сайын сондай қомақты қаржы беру менің шамам келмегендіктен өкініп отырып, ақылеп отырып, ол өнер студиясының жабылуына алып келіп соқты. Өнер студиясы небәрі 2 жылдық қана тарихы бар, 2 жылға жұмыс істеді. Сол жерде білім алған, сол жерде оқыған қаншама баланың ата-анасы әлі күнге дейін менімен хабарда. Әлі күнге дейін ол кісілер үміттерін үзбейді. Болашақта осыны жалғастырсаңыз, біз міндетті түрде сіздің көсіңізге барып қосыламыз деп әлі де айтуда. Кім біледі? Ниетіміз жақсы, бірақ та оның барлығына, яғни нәтижесін көрсететін тек қана уақыт. Қазақ халқының рухани және материалдық қазынасы саналатын ой өрнектерді насихаттап жүресіз. Яғни киім кию стиліңіз ерекше. Жалпы имиджіңіз қалай қалыптасты? Жалпы жаңа бала кезге бір шолу жасасақ, жалпы біз бәріміз ауылда өстік қой, қазақтың ауылы. Менің туып өскен топырағым осы Алматы облысы, Нарынқол ауданы, Түзгөл деген елді мекен. Сол мекенде жалаң аяқ жүріп өмір келдік, мінекей, балалығымыз солай өтті. Бізде есек міндік, ат міндік, бізде асық ойнадық, жармақ тептік. Дегенмен де бала кезімізден бастап біздің киіну стиліміздің өзі қазақи ауылда жақсы ғой. Жаңағы батыс өңірі қажыкей деп жатады, ал енді бізде пінжек деп атайды. Алматы облысында шешелеріміз кішкентай пенжек тігіп береді. Ол сезон жоқ болатын пенжектің. Ол жазда да, қыста да, көктемде де, күзде де үстіңнен түспейтін. Өйткені пенжегіңді кимесең, шешем марқұм ұрсатын. Өкпеңнен суық тиеді, пенжегіңді тастамай дейді. Енді ол жаңағы біз кейіннен біліп жатырмыз ғой, плюс деген материал екенін, біз жақтан ноқаба дейтін. Сол плюс материалынан тігілген әдем бір пенжек 4 түймесі болатын болса, 4 түймесі 4 түрлі болатын. 4 түймесі 4 түрлі, сол пенжекті киіп өсіп, сол пенжектің жылылығына, әлі күнге дейін мен иығымнан жеке түспейтіні сол. Мінекей,
енді қартайтып деп айтпаймын, бірақ орта жасқа келіп тұрған кезде жаздың өзінде, шілденің өзінде мен мына киген кофтамның сыртынан бір жекет киіп аламын. Неге? Өйткені жекет кимесем, мына белімнен суық деген, жел деген, оңды солды есіп тұрған мен байқаймын. Сондықтан жаңағы жекетті, пенжекті бойымнан тастамайтын сол. Біріншіден. Екіншіден, ұлттық нақыш бала кезден бастап қабылдан, жаңа айтып отырмын, оған себеп дәлел. Бірінші курстың өзінде Алматыға оқуға түскен кезде мен басымнан қазақи тақия түспеген. Үстімнен қазақи қамзол түспеген. Бір шетінен бұл біздің ұлттық қағидамыз, әдемі өзіміздің ұлттық киімдерді дәріптеу. Екіншіден, өзгеден ерекше болып тұрасың, өзгеге ұқсамайсың. Үшіншіден, стиль дейді ғой. Бүгінгі таңда барлығымыз Еуропаға, Гуччиына, Муччиына, басқасына жүгіріп жатқан кезде, неге біз өзіміздің ұлттық өнерімізді дәріптемеске? Сол себепті бүгінгі таңда да менің сахналық киімдерімнің барлығына үлкен қамқорлық жасап, осы жақсы стильдегі киімдерді жасап беріп жүрген мен Гүлжандай қарындасыма рахмет айтқым келеді. Гүлжан Ниет Қабыл деген тамаша дизайнер, тамаша тігінші, өз ісінің маманы. Сол Гүлжанның Тәукеле деген орталығы бар. Сол жерден мен бүкіл киіп жүрген, тек қана сахна емес, өмірде де киіп жүрген шапандарымның барлығы сол Гүлжан Ниет Қабылдай менің қарындасымның қолынан шыққан біздің төл өнерімізді насихаттайтын әдемі үлгілі киімдер. Сол себепті мен айтатын едім, мен тіпті сол қазақи ою бар шыққандардың өзін Европаға болсын, Америкаға болсын, мына тұрған Түркияға болсын, не болмаса ТМД елдерінде болсын киіп барғым келсе, шынымен де көшеде мен яғни ақтарға сияқты болып елестейтін шығар мүмкін, бірақ та көзге бірден түседі. Мен өзім қазақи киінгенді жақсы көретін азаматпын. Мен қазақи ұлттық нақышпен тігілген киімдерден шындығы керек, мен киген кезде ләззат аламын. Соны кигеніме мақтанамын. Содан өзімді сондай бір ерекше сезініп жүретін ол жақтарын емес. Осын пайдаланып бізді көріп отырған іні қарындастарымыз болсын, аға әпкелеріміз, жеңгелеріміз болсын. Шындығында да сіз тек қана жылына бір рет наурызда ғана қазақи шапан емес, өзіңіз қазақи шапанға бір үйретіп алсаңыз, өзіңіздің қандай бақытты болып жүргеніңізді, өзіңіз сезетініңізді толығымен білуге болады. Сол себепті болашақта қуаныштай саған да айтатыным, міндетті түрде біз қазақи шапанды бір жылына бір рет келетін әз наурызда ғана дәріптеу ол мүмкін емес. Оны өлгенімізше ғұмырымыз қаншалықты жетеді. Үйіміз тек қана үйде ғана емес, сыртта да елдің көзін соған қызықтыру керек. Сол кезде ғана біздің отандық өнімдер сұранысқа ие болады. Біздің ұлттық нақыштағы киімдеріміз сол кезде сұранысқа ие болады. Бір шетінен өзіміз сұлу, әдемі болып жүреміз. Екіншіден, өзге елдерге үлгі болуымызға үлкен күш. Дұрыс айтасыз аға. Чехов кітапханасының оқырмандарына қандай кітаптарды оқуға кеңес бересіз? Жалпы мен Чехов кітапханасын құру осы тікелей эфирде ғана пайдаланып айтқан жоқпын. Чехов кітапханасымен мен таныспын. Өйткені кезінде мен Чехов кітапханасының жанындағы көрші мекеме, бұл қазір Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігіне тиесілі Қара Шаңырақ, Жүсіпбек Елебеков атамыздың атындағы эстрада цирк колледжіне біз көршіміз. Чехов кітапханасы көрші. Сондықтан да менің оқытқан әрбір студентім, әрбір шәкіртім міндетті түрде Чехов кітапханасымен тікелей байланыста болды. Ол жерде сабаққа алынатын көркем сөздер болсын, қара сөздер болсын, мысалдар болсын, ертегі болсын, поэзия болсын, олардың барлығы бірден Чехов кітапханасына жүгіретін. Және бізде мына тұрған Чехов кітапханасынан барып соның барлығын алып кел деп міндетті түрде тапсырма беретінбіз. Сондықтан да Чехов кітапханасы өте бай кітапхана. Чехов кітапханасының қызметкерлері өзін жетік меңгерген мамандар. Сол себепті осы кітапхананы басқарып отырған, осы кітапханада қызмет істеп отырған барша мен қызметкерлерге әлде болса үлкен тағзым жасап, үлкен алғыс білдіргім келеді. Кітапхана жалпы жабылмау керек. Қазір
елдің кейбіреуі қаңсу сөздер айтып жүр ғой, кітапхана не үшін керек, мемлекеттің тарапынан тек ақша кетеді, бір ғана кітапхана онлайн жаңағы электронды түрде өтсін деп. Ол өте дұрыс емес ой. Неге? Өйткені электронды кітап оқу бір бөлек. Мысалы, оны осындай гаджеттерден, жаңағы компьютердан, өзіміздің ұялы телефондарымыздан электронды кітаптар оқуға қазір бар мүмкіншілік бар. Бірақ та кітаптың мұқабасын қолыңа ұстап, әрбір парағын, бетін ашып отырып, мына саусағыңды түкірігіңмен түкіріктеп, әрбір бетін ашып отырып, кітап оқығанға жететін дүние жоқ. Кітап адамның досы. Кітап қашаннан да электронды кітап деген не? Электр қуаты болған жерде бар. Электронды кітап деген не? Ол интернет бар жерде бар. Ал енді кәдімгі таза кітап қолында болатын болса, біріншіден ол сенің жинап жатқан үлкен мұраң. Екіншіден ол білім үнемі өзіңмен бірге жүреді. Тау таста да, қиырда да, шөлде де, суда да бірге алып жүруге болады. Және қалаған кезінде қолың қалт ете түскен кезде кітаптың әрбір бетін ашып оқуыңа мүмкіншілік бар. Өйткені мен кітапқа бала кезден бастап ғашық болдым. Біздің жаңа мен айтып кеткен туған ауылым Нарынқол ауданы Түзгөл ауылында клуб менің үйімнің тура қарама-қарсысында болды. Біздің Түзгөл ауылының кітапханасы сол клубтың ішінде болды. Сол клубта кітапханада меңгеруші болған менің әпкем Жібек Молдасанова есімді апайым сол кітапханашы болды. Сол кездегі мен қазіргі оқитын кітаптарым қаншама кітап, сол сөреден қандай кітап тұрды, соның бәрін ауыспасам да жартысымен оқыдым бұл кезде. Сол кезде мен бірақ қана нәрсеге өкінемін. Том-том кітаптар шаң басып тұрған кезде біз ол кезде Шекспирдің кім екенін білмедік. Шекспир, аударған Хамит Ерғалиев атамыз мысалға қарап отырсаңыз да, аудармашы. Шекспирдің, басқа да қаншама Европаның классиктерінің кітаптарын біз дұрыс түсінбедік ауылда жүрген кезде. Уильям Шекспирдің кім екенін білмедік қой. Мен әттең өкінетінім соны дер кезінде оқып қалмадым, бірақ кейіннен студент болған кезде, өнер сатына келген кезде ол шығармаларды оқыдық. Ал енді сондай бір әдемі көмек берген жаңа бір кітап келсе, Жібек әпкем маған айтатын: Нұрлан, мынандай кітап келді, сен мынаны оқы деп. Ол кезде кеңестер одағы кезінде жаңағы кітапты жазамыз, аламыз, өткіземіз. Ал енді мен осы бізді көріп отырған көрермендерге айтатыным: кітапты ешқашан жаныңыздан тастамаңыз, кітаппен дос болыңыз. Мен әлі күнге дейін, мысалға, тілімнің әдемі орамы келуіне көмектесетін бұл кітап. Сөздік қорды кітап оқу арқылы аламыз. Неге кітапты қолымызға аламыз? Біріншіден, бұл миды тынықтырады. Екіншіден, басқа әлемге қиялыңның өсіп-өнуіне жол көрсетеді. Үшіншіден, сөз саптауыңа, сөздік қорыңның мықты болуына көмектеседі. Одан кейін кітапты дауыстап оқысаңыз, мысалға бізде әртістерде бар да, еріндік езулік, жақтың ашылуы сахна тілінде оқытатын. Сөздің анық шығуы, әріптердің өзінің заңдылығын бұзбай, мысалға, орфография, орфоэпия деп жатамыз, әйтпесе сингармонизм деп жатамыз, үндестік заңы. Оның барлығының реттелуіне кітапты қолыңа алып, дауыстап, ежіктеп оқуының өзі үлкен мектеп. Сол себепті мен ағайындарға айтатыным: Чехов кітапханасы, соның айналасында қаншама тұрғындар бар. Жалпы кітапханадағы кітапты қолға алып, саусақпен жүгіртіп отырып, әрбір бетін саусақпен ашып отырып оқыған өзінің бір ләззаты, өзінің бір әдемілігі бар. Сол себепті мен ойы орашолақ, сөз саптауы қысқа, сөз саптауы өте кедей бауырларымызға айтатыным, бірден бір әрқайсысын айтатыным. Мысал, Бердібек Соқпақбаев атамыздың жазушы «Балалық шаққа саяхат» деген кітабын менен 20 шақты рет оқыған шығармын. Бірінші неге? Оқылуы тез, түсінуі тез түсінесің. Әдемі қарапайым ғана тілмен жазылған. Кітапты оқып отырып, бүкіл басқа бір әлемге сапар шегесің.
кітапты оқып отырып сол кезде осы кезде неғып мен болмадым деген бір қызығушылық пен қызғаншылық дүние пайда бар. Сол себепті соны оқи отырып қаншама сөздің мәйегін алуға болады, сөздік қорды жетілдіруге болады. Сол себепті менің ең бірінші айтатыным қазақ прозасындағы әдемі сізге жан басыңызға оңтайлы келетін Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхаты. Ал енді Оралхан ағаларымыз, Оралхан Бөкей ағаларымыз, басқа да мысалға совет заманының классигі ғой енді біздің көрші Шыңғыс Айтматов, не болмаса Бертін Келемеке, әрбір біздің прозашы, не болмаса поэзия әлемінде сіңіп жүрген ақын жазушыларының әрқайсысын оқу, әрқайсысы бір әлем. Бір әлем. Бұл кісілердің шығармалары да, мысалға Шерхан атамыздың бізге ата болып келеді, аға болып келеді. Әрқайсысы өзінің алатын бір әлемі бар. Өзінің қамтып алған бір әдемілігі бар. Сол себепті кітаппен дос болған адам ешқашан өкінбейді деп ойлаймын. Оған бірден бір себеп куә, қуаныштай өз. Сен де кітапты кеміріп жүріп, осындай білім жинадың, кітаптың арқасында осындай үлкен азамат деген атқа ие болып жатсыздар. Рахмет аға. Кітаппен міндетті түрде дос болу керек. Рахмет аға. Құрметті достар, мен модератор Қуаныш Жұмабек, қонағымыз әнші Нұрлан Албан. Бізді онлайн кездесуге шақырған Алматы қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесі Чехов атындағы орталық қалалық кітапханасына ұйымдастырушы Айнұр Мұратқызына және көрермендерге алғысымызды айтамыз. Инстаграмның да уақыт аяқталып келеді екен. Аға, өзіңізге де рахмет. Өзіңізден үлгі алатын ұл-қыздар аз емес. Ұлттық әндерімізді ұлықтай беріңіз. Жақсылықта ғана жүздескенше Қазақстан жасай берсін. Рахмет көрем. Өздеріңе де қуаныштай. Ел жұртқа үлкен сәлем. Келіп жеткен қасиетті Рамазан айынан кейінгі айт мерекесі құтты болсын. Еліміз аман, еліміз тыныш болсын. Мына індеттен аман сау құтылайық. Осыны екемізді бір ортаға түйістірген Айнұр қарындасымызға өз ісінің маманы үлкен рахмет айтамыз. Құдай тілеуін берсін. Қымбатты бізді көріп жатқан қымбатты көрермен, әрқашан біз сіздерді құрметтейміз. Мен өздеріңізді жақсы көрем. Алла разы болсын. Аман болайық, қуаныштай. Сен де әрқашанда арқалап жүрген жүгің өте ауыр, берекелі бол. Нар деген азаматқа иесің. Сондықтан болашағың нұрлы болсын. Кітап оқиық, кітаппен дос болайық, ауыр болайық, бір-бірімізді құрметтейік. Аман сау тұрыңыздар. Сау болып тұрайық.